Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге мен Құлпынай. Бүгін сіздерге Кореяға саяхаттап келер алдында, немесе Корей халқымен бірге жұмыс істеген кезде сіздер білуі тиіс Корей этикеті жайында айтатын боламын. Әрине, әр елдің өз этикеті, өз дәстүрі бар. Бүгін мен айтқан осы төменде айтатын Корей этикетін дәстүрлерін біліп алсаңыздар, онда сіздер Корей халқымен тез тіл табыса аласыздар, және Кореяға келгенде тез үйренісіп кетесіздер. Сонымен қатар, егерде Корей халқымен бірге жұмыс істейтін болсаңыздар, бастықтарыңыздан мақтау естілеріңіз де әбден мүмкін. Кейбір осындай этикет жайында бейнежазбалардың астында пікірлер бар. Ол пікірлердің көбінесі осындай этикеттерді естіп, менің Кореяға барғым келмей қалды деп айтып жатады. Бірақ алдын ала бір елге бармай тұрып, осы елдің этикетін жақсылап біліп алсаңыздар, онда сіздерге міндетті түрде көмегі тиетініне мен сенімдімін. Ең бірінші этикет деп айтатын болсам, ол әрине амандасу. Кореяда, біздің елде әрине дәл солай, Кореяда да дәл солай, жасы кіші адам, жасы үлкен адамға бірінші болып амандасады. Ол Кореяда болсын, Қазақстанда да болсын, екеуі бірдей. Сонымен қатар, бұл жерде адаммен амандасқан кезде жай ғана басыңызды изеп, «Аньонхасеё» деп амандасасыз. Осы кезде басыңызды, денеңізді 20 және 40%-ға дейін ғана бүгіп амандасуға болады. Кореяда көбісі қол беріп амандаспайды, оны ұмытпаңыздар. Және де ескерту, тағы да айтып кететін жайт, Кореяда қанша сіздің танысыңыз болса да, досыңыз болса да, бет сүйіп амандасуға болмайды. Оны да естен шығармаңыздар. Сонымен қатар, егерде сіздер жұмыс бабы бойынша Корея азаматымен визитканы алып немесе беретін болсаңыздар, немесе визиткадан да бөлек кез келген затты алып беретін жағдайда, міндетті түрде екі қолмен алып, екі қолмен беруді ұмытып кетпеңіздер. Тағы бір этикеттердің түрі сіздер Корей халқымен сөйлескен кезде, әңгімелескен кезде қажет болады деп ойлаймын. Соның бірінші Корей азаматымен сөйлескен кезде, ол Корей халқы сізден жасы кішкентай болса да, ең бірінші алғаш кездесіп тұрған кезде, ол адамға міндетті түрде сіз деп сөйлеулеріңіз қажет. Ол адам өзі сіздерге сен деп айта бер деп рұқсат бермейінше, сіз деп сөйлеулеріңіз қажет болады. Егерде ол Корей халқы орыс тілін немесе қазақ тілін білген жағдайдың күннің өзінде де, сіздер міндетті түрде сіз деп сөйлеулеріңізге тура келеді. Тағы да ең маңыздысы, Кореяда адамды шақырған кезде біздерде бері кел немесе былай саусақпен шақыруға болмайды. Бұл жерде керісінше, сәл қолыңызды төмен ұстап, керісінше міне осылайынан шақырасыз, соны ұмытпаңыздар. Кореяда саусақпен нұқып көрсету, шақыру, ол өте қатыгездікті білдіреді. Корей халқы қатты ашуланған кезде ғана саусақтарын көрсетіп шақыратын болғандықтан, Кореяға келіп жатсаңыздар, немесе Корей халқымен бірге жұмыс істеп жатсаңыздар, осылай шақырып жүрмеңіздер. Керісінше шақыруды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар айтып кету, ұмытпай тұрған кезінде айтатын жағдай, бізде мысалы Қазақстанда түш көрсе, адам түш көрсе, сау болыңыз деп айтады. Бұл жақта олай ешкім айтпайды. Мен алғаш Кореяға келген кезінде осылай жанында кәрістерін бәрі түш көрген кезде сау болыңыз деп айтып жүрмін, бірақ ешқайсы жауап қайтармайды. Тіпті біртүрлі көзқараспен қарайды. Сондықтан осы жерге келгенде қасыңызда кореец түш көріп жатса, оған мән бермесеңіздер де болады. Әрине, этикет деп айтатын болсақ, айтпай кетуге болмайтын этикеттердің бірі ол дастархан басында, үстел басында сақталынатын этикеттер. Қазақстанда да, бізде де дәл осындай. Негізі Қазақстан мен Корей халқының салт дәстүрі бір-біріне қатты ұқсайтын болғандықтан, Кореяда да тамақ ішкен кезде ең алдымен үлкен кісі бірінші тамақты бастауы қажет, одан кейін ғана сіз іше аласыз. Және де үлкен кісі тамақ ішіп бітпей жатып, сіз тамағыңыздың бәрін ішіп тұрып кетуіңізге болмайды. Сонымен қатар тамақ ішіп отырған кезде телефон қарасаңыздар да, үлкен кісілер, қасыңыздағы үлкен кісілер біртүрлі көзқараспен қарауы мүмкін. Оны ұмытып кетпеңіздер. Және де Кореяда да Қазақстан сияқты тамақты үлкен бір менюді ортаға қойып, барлығы сол жерден қасықпен алып ішетін менюлар да бар. Әрине, ол біздің Қазақстанда да сондай. Егерде осы кезде сіз кәрістермен бірге ортадан бір тамақты бөліп ішуге ыңғайсыздансаңыз, онда сіздің алдыңыздағы жеке ыдысыңызға тамақты құйып алып ішуіңізге де болады. Оны да естен шығармағандарыңыз жөн. Сонымен қатар сіздер Кореяда асханаларға немесе ресторандарға, кафелерге баратын болсаңыздар, бұл жерде көбінесе қасықпен, таяқпен қысқыш, осы екеуін ғана береді. Егер сіздерде таяқпен қысқышты қолдана алмасаңыздар,
онда маған вилка беріңізші деп өздеріңіз сұрауларыңызға тура келеді. Себебі көптеген асханаларда вилканы өздері бірінші әкеліп бермейді. Оны естен шығармаңыздар. Сонымен қатар Кореяда Қазақстан сияқты емес, Қазақстанда біз Қазақстаннан сәл басқасы. Кореяда ресторанға жай үлкен бір жерлерге барған кезде тамақ ішіп болғаннан кейін официанттарға, сол жердегі жұмысшыларға чаевый тастап кетуге болмайды. Өйткені квитанцияның ішінде әр жұмысшының өзінің проценті қосулы болғандықтан, осы жерге кафелерге, ресторандар келген кезде олай артық ақшаны тастамасаңыздар да болады. Сонымен қатар Корей халқы ішкенді, алкогольдік арақтарды ішкенді жақсы көретін, мен сіздерге оның алдындағы да бейнежазбамда айтқан болатынмын. Корей халқымен бірге егер сіздер ресторанға ішуге баратын болсаңыздар, оны кәрістер көбінесе соджу ішеді. Сол кезде ұмытып кетпей сіздер сақтайтын этикеттердің біразын айта кетейін. Оның бірі, егер сіздерде Корей халқымен бірге соджу ішуге барсаңыздар, міндетті түрде өзіңіздің стаканыңызға соджуды өзіңіз құйып ішуіңізге болмайды. Қасыңыздағы адам сізге құйып беру қажет. Және де сізде дәл солай қасыңыздағы адамның стаканында соджу бітіп қалса, онда сіз құйып бересіз. Осылардың ең бірінші сақталатын этикеттерінің бірі. Келесісі, егер сіз ішкіңіз келмесе немесе іше алмасаңыз соджуды, қасыңыздағы бастығыңыз немесе жоғары адамыңыз соджу сізге құйып берсе, алдымен стаканды алып, ерніңізге жай ғана тақап, одан кейін ғана сіздің іше алмайтыныңызды түсіндіруге болады. Және де үлкен адамдармен бірге соджуды бірге ішіп соджу немесе пиваны бірге ішіп отырсаңыз, онда стаканды алғаннан кейін басыңызды жай ғана бұрып, теріс қарап ішкеніңіз ол әдептіліктің белгісі. Сондықтан үлкен адамдармен осындай дастархан басында арақ, пива, соджу сондай ішетін болсаңыз, сәл ғана бұрылуды ұмытып кетпеңіз. Сақтау қажет этикеттердің тағы біреуі, ол егерде сізді Кореяда жүргеннен кейін Корей халқымен дос болып, ол досыңыз сізді үйіне қонаққа шақыратын болса, қонаққа барған кезде сақталатын этикеттерді айтатын боламын. Біріншісі, әрине біздің Қазақстанда дәл солай, Кореяда да солай. Біреудің үйіне қонаққа барсаңыз, құр қол бармаңыз. Яғни бос баруға болмайды. Кішкентай болса да сыйлық алып барыңыз. Егерде ол корей азамат нені жақсы көретінін, не апару керек екенін білмесеңіз, онда ішетін тамақ, нан немесе жейтін әйтеуір таусылатын нәрсе апарсаңыз болғаны. Оны жақсы көреді. Сонымен қатар, мен бұрында бейнежазбаларымның бірінде айтқан болатынмын, Корей халқы полға отырғанды қатты жақсы көреді, себебі полға жата салады, отырады, тамақты да полдан ішеді, себебі пол арқылы жылыту болғандықтан. Сол үшін біреудің үйіне қонаққа барған кезде аяқ киіміңізбен бірге кіруге болмайды. Оны да естен шығармаңыз, аяқ киіміңізді шешіп кіруіңізге тура келеді. Және сіз біреудің үйінде қонақта отырған кезде, сізден кейін сол үйге тағы бір қонақ кіріп келген жағдайда, онда сіз ол қонақты танымасаңыз да, орныңыздан тұрып амандасуды ұмытпаңыз. Бұл Корей халқының әдеттіліктерінің бірі болып есептелінеді. Сонымен қатар, мен Кореяда тұрып көбінесе қателік жіберген, алғашында қателік жібергендерімнің бірі, Корей азаматы сізге бір сыйлықты берген жағдайда, сол сыйлықты сол сыйлық берушінің көзінше ашып қарап, ұнағанын жеткізуіңіз керек. Мен алғашында сыйлық алсам, үйге көзінше ашып көруге ыңғайсызданып, үйге барып ашып көретінмін. Осындай кезде сыйлық берген адам менің сыйлығым ұнамады ма екен деп уайымдап жатады. Сол үшін егер Корей халқынан, Корей азаматынан сыйлық алып жатсаңыздар, міндетті түрде көзінше ашып көріп, ұнатқаныңызды, рахметіңізді жеткізсеңіз болады. Әдептіліктердің тағы біреуі, этикеттің біреуі, көшеде темекі шегіп жүруге болмайды. Егерде сіз көшеде темекі шегіп жүріп ұсталсаңыз, онда айыппұл төлеуіңіз әбден мүмкін. Әрине, ауылды жерлерінде темекіні көшеде шегіп жүрулері де әбден мүмкін. Бірақ Сеул қаласында темекіні көшеде шегіп жүрмеңіз, айыппұл төлеуіңіз мүмкін. Темекіні тек арнайы темекі шегуге болатын орындарда ғана шегуге рұқсат. Осыны естеріңізден шығарып алмасаңыздар екен. Тағы бір әдептіліктің, этиканың бір жағдайы, ол метро мен автобустарға мінген кезде. Метроға мінген кезіңізде арнайы қарт адамдарға, мүгедек адамдарға арналған орындар бар. Әрбір метрода, әрбір вагонда орналасқан. Осы орындарға және де аяғы ауыр екі қабат жандарға арналған орындарда бар. Осы орындарға отырмауға тырысыңыз. Егерде сіз байқаусызда осы орындарға отырып қойсаңыз, онда үлкен кісі келген кезде орынды тұрып, орын беруіңізге тура келеді. Егер осы кезде сіз орынды бермесеңіз, онда сіздерге ай-шай жоқ, үлкен кісілер ұрсып айқайлап беруі әбден мүмкін. Осыны естеріңізден шығармаңыздар.
Сонымен қатар автобусқа мінген кезде де автобустың ішінде де күлгін светті, яғни розовый свет. 2 қабат аяғы ауыр жандар отыратын орын бар. Ол орынға да отырмағандарыңыз абзал деп ойлаймын. Және де метроға, автобусқа мінген кезде міндетті түрде кезекке тұрыңыздар, өздеріңіздің кезектеріңіз келген кезде ғана мініңіздер. Корей халқы кезекке тұрғанға өте қатты мән береді. Қазірге дейін мен сіздерге Корей еліне келген кезде осы елде сақтайтын әдептілік пен этикеттер жайында айттым. Сіздерге аз да болса көмегі тиетініне сенімдімін. Әрине, әрбір елге, Корея болсын, басқа ел болсын, әрбір елге, шет елге шыққан кезде сол елдің заңын, дәстүрін, салтын, әдебін, этикетін жақсылап оқып, алдын ала біліп барсаңыздар, ол елге тез үйренесіздер және қателік жібермейтіндеріңізге сенімдімін. Сондықтан басқа елге қыдырып бармай тұрып, сол елге байланысты мағлұматтарды, ақпараттарды аз да болса біліп барғанымыз жөн деп ойлаймын. Осы уақытқа дейін, осы бейнежазбаны соңына шейін менімен бірге тамашалағандарыңызға көп-көп рахмет. Осы бейнежазба сіздерге ұнады ма? Бұдан былай маңызды ақпараттар алғыларыңыз келсе, осында тіркеліп, және де менің басқа да ұсынған бейнежазбаларымды көрулеріңіз келсе, осы жерден көрулеріңізді сұраймын.